Елімізде маусымның 380-сі медицина қызметкерлер күні. Баршаңызды осы айту отынымен сөзімізбен құттықтаймыз. Халықтың ықыласына бөленген медицина саласында 38 жыл бойы аянбай тер төгіп, абыройлы қызмет еткен дәрігерлердің бірі бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Разия Табынбаева апайымыз. Өзім Кеңдияқ кентінде Башенкөл деген жерде туып өстім. Сонда әке шешемнің құрдасы Рықия Қызыр деген кісілер болды. Сол Рықия апайымыз медициналық соларда пунктте фельдшер болып жұмыс істеді. Мен сол кісілермен жиі қатынасқандықтан сол кісінің еңбегін көріп, соған өте бала кезімнен қызықтым. Сол медицина саласында осы қызмет жолыңызға тоқталып өтсеңіз. Мен осы ең бірінші 72-ші жылы Қаратау ауданы Ұлғайсын фельдшерлік пунктіне фельдшер етіп тағайындады. Мен сонда жұмыс істедім. Сол жаңа кейін бір 2-7-ге жеткен жоқ, фельдшер болып тағайындап жіберді. Бірінші барған кезде біз қорқып, жүрексініп жүрдік. Маған өте көмегі тиген өзіміздің аудандық врачымыз Касымов Жақсылық ағай, өте сосын бас хирург Сәрсен Бақыт ағай, екеуінің еңбегі зор болды. Маған бағдар беріп, қаптарда болғандықтан өзіміз врач, өзіміз медсестра және фельдшер болып қызмет атқарамыз. Бірінші алғашқы көмек көрсетеміз. Врач болмай қалған кезде өзіміз соларға емдік шаралар қолданамыз. Келген қандай ауру болсын, жан-жақтан басқа танымайтын жерден келіп жатқан науқастар болса да, соларға көмегімізді аямай еңбек еттік. Және біздің кезіміздегі дейміз, компьютермен қазір бәрі компьютермен қамтамасыз етіліп отыр. Аудандық біздің бөлімшеден, ауданнан бізге осындай мамандарды жіберген кезде, сол мамандарға өте жағдайларын жасап, және де оларға құралдармен жабдықтаса дейді, жабдықтаса, біздің өтсе елді мекеніміздің амбулаториясына бүкіл мамандықтары бойынша әрқайсының құрал жабдықтарын және дәрі-дәрмектерін уақытымен жеткізіп тұрса, бізге сол өте керемет қажеттілік жағдайдың бірі болды. Келген өздерінің науқастарына жылы шырай танытып, сыйластықпен қарағанын керек, және бұл мамандықта төзімділік, шыдамдылық керек деген келеді. Және өз мамандығына сүйіспеншілік дейді. Қызыл грамота, мақтау грамотасымен наградталдым. Және сыйлықтар берілді. Темір районының Шұбарши 4-ші фермасы Башенкөл деген жерде туып өстім. Тәрбиелі керемет адамдар болды. Мен 2 ағайым, 2 апайым болып, кенжесімен болып өстім. Өте тәрбиелі, өте ибалы отбасында өстім. Менің нағашыларым, шешем Қаракесектің қызы Жармағамбетова Мақпал. Сол кісінің інісі, осы біздің Қазақстанымызға әйгілі Жармағамбетов Тобық деген менің нағашым болды, інісі туған. Ол кісі кітап жазды, бірнеше өлеңдер жазды. Кітабы «Нәзік бұлттар» деген кітабын мен жақсы оқып шықтым. Медицина саласының жолын қуған менің үлкен қызым Жанар. Медицина саласының Каменск-Уральск медколледжін бітірді. Қуаныштымыз сізбен бүгін уақыт бөліп, осы ортамызға келіп, жаңағы осы басталмастан бұрын сұрағанымда, осы 8-30 жыл жұмыс істедім дейсіз, бұл арасын бір адам болып көп жұмыс. Ол мынау қазақта мынандай сөз бар, жақсы адамда бір-ақ жерде жұмыс істейді. Жақсы адамның біреуі сіз екенсіз. Негізі мен өзім анаммен бірге жұмыста создыңыз. Өте сіздердің жұмыстарыңызды бізге ескеріп жүрмін. Олай қарасам, енді сіздердің жұмыстарыңыз қазіргі таңда өте қиын жұмыс, өте талап қоятын жұмыс, халықты қорғайтын жұмыс. Сондықтан қандай мамандық болса да мамандыққа келген адам білімді, сауалы, ынтасымен, ниетімен келуі деп ойлаймын. Өте қуаныштымын.
енді бүгінгі мынау ауыл әкімі авсхатымен марапаттауға сізге рұқсат етсеңіз. Сізге тамызда осы звондап осы қызметті көріп, сонымен сізге табыс етуге рұқсат етсін туралы енді сізге тілектеспін. Мен және осы медицина саласында 38 жыл жұмыс істесем, және 21 жылдан бастап осы медицина болғанда өзіміздің қазақстандық Голдпрей деген алтын жол компаниясында да халыққа қызмет етіп келе жатырмын. Бұнда өзіміздің қазақстандық өнімдер бар. Мен айта кететінім, осы Бөйтсай өңірінде осы менің жаңағы емдік шараларды қолданып, ем алып, рахметіне бөленіп отырмын адамдарына. Еліміз жылына айналған мамандық иелері қандай құрметке лайық. Апа, бүгінгі алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет айтамын. Медицинаның қыр-сырымен бөліскендей болдым өз басым. Енді осымен бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Сізге